Сәлеметсіңдер ме балалар? 4-ші сынып қазақ тілі пәні. 93-ші сабақ жіктеу есімдігі. 42-ші жаттығу мәтінді тыңда. Бүркіттің тағдыры. Бүркіт өте қауқарлы құс. Ол бүрген келсе түлкінің омыртқасын опырып жібереді. Ал адам қолға үйретіп баулыған бүркіт қасқырды да тайса алмай алады. Бүркіт қоян, тиін, құр, кейде тырнаға да түседі. Су бүркіті балықты қорек етеді. Бүркіттің түрі көп. Бүркіттер тек адамнан ғана зардап шегіп келеді. 1917-1922 жылдары Америкада 15.745 бүркіт адам қолынан өлген. Осындай озбырлықтың салдарынан бүркіттердің тұқымы азая бастаған соң, қазір барлық елде бүркіттерді қорғау туралы арнаулы заң шығарылды. Біздің елімізде бүркіттерге ешқандай қастандық жасалмайды. Мәтін жыл 12 ай кітабынан алынған. Ал енді балалар, мәтін мазмұны бойынша төменде берілген тапсырмаларды орындайық. Бүркіттер туралы не білдің? Бүркіттің қасиетін, оларды қорғау туралы заң бар екенін білдім. Бүркіттерді не үшін қолға үйретеді? Бүркітті аң аулау үшін қолға үйретеді. Бүркіттерді қорғауға қатысты өз пікіріңді білдір. Бүркіттерді қорғау туралы арнаулы заң шығарылған. Бұл өте дұрыс шешім. Себебі олар табиғаттың бір бөлшегі. Кез келген жануар, құс қамқорлықты қажет етеді. 43-ші тапсырма, кестеде берілген ақпаратты пайдаланып бүркіт туралы мәтін құрап жаз. Кестеде берілген ақпараттар: бүркіттің мекендейтін жері Маңғыстау, Үстірт, Қызылқұм, Сарыарқа, Алтай таулары, Іле алатауы. Қай жерге ұя салады? Биік ағаштар мен зәулім жартастарға. Ұя салу науқаны наурыз, сәуір айлары. Жұмыртқа саны 1-2. Қандай құсқа жатады? Жыртқыш құсқа жатады. Осы ақпараттарды пайдалана отырып, бүркіт туралы мәтін құрап жазып көрейік балалар. Бүркіт жыртқыш құс. Олар Маңғыстау, Үстірт, Қызылқұм, Сарыарқа, Алтай таулары мен Іле алатауында мекендейді. Бүркіттер биік ағаштар мен зәулім жартастарға наурыз, сәуір айларында ұя салады. Олардың жұмыртқаларының саны 1-2 болады. 44-ші жаттығу, түсіп қалған есімдіктерді орнына қойып жаңылтпашты оқы. Қара бүркіт томағасын түсірді. Мен оны томағаламай, кім томағалайды? Деп есімдіктерді орнына қойып жаңылтпашты оқимыз. Бұл жерде сұрау мәнінде жұмсалған есімдік кім? 45-ші жаттығу, сөйлемдерге тиісті тыныс белгісін қойып көшіріп жаз. Саятшылық, құс салып, аң аулау өнері. Нүкте қоямыз, нүктеден кейін үлкен әріппен жазамыз. Мұнымен айналысатын адамды құсбегі деп атайды. Нүкте, нүктеден кейін бас әріппен жазамыз. Олар көбіне бүркіт, лашын, сұңқар секілді жыртқыш құстарды аңға салып баулайды. Нүкте, үлкен әріппен сол құстармен аң аулайды. Осылай тиісті тыныс белгісін дұрыс қойып, сөйлемдерді көшіріп аламыз. 46-шы тапсырма, сурет бойынша әңгіме құра. Айсұлтан мен Айсана мектептен қайтып келе жатып, үйіне қарлығаштың ұя салғанын байқап қалды. Айсананың есіне атасының айтқан мына бір сөзі түсе кетті. Қарлығаш киелі құс. Қарлығаш ұя салған жерде береке, бірлік, молшылық болады дейді. Киелі құстың біздің үйге ұя салғанына мақтанамыз. Осылай мәтін құрауларыңа болады балалар. Балалар, осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сендерге барлық тапсырмалар түсінікті болды деген ойдамын. Балалар, егерде каналға тіркелмеген болсаңдар, осы видеоның төменгі жағындағы подписаться батырмасын басып, каналға тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңдар. Келесі жаңа сабақта кездескенше сау болыңдар.